Сәлем достар, бүгін сіздермен соңғы кезде хит болып жүрген тары чизкейктің ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен чизкейктің негізі саблені дайындап аламыз. Бұл сабле универсал, кез келген чизкейкке өте жақсы жарайды. Еліктен өткізілген ұнға бөлме температурасындағы сары майды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін миндаль ұны мен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Соңында міндетті түрде өлшенген жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқа 35 грамм болуы керек. Қамырды бір текті жұмсақ текстура болғанша илейміз. Дайын қамырды пергамент қағазының үстіне салып, үстінен екінші пергаментпен жауып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Противенге салып 160 градус температурада конвекция режимінде 25 минут пісіреміз. Саблеміз дайын болған соң сәл суытып алып, блендермен ұнтақтаймыз. Үлкен түйірлер қалмауына назар аударыңыз. Ұнтақталған саблеге бөлме температурасындағы сары майды қосып, қайтадан бір келкі болғанша араластырамыз. Дайын саблені қолмен қысқанда жақсы бірігіп тұрса, бәрі дұрыс деген сөз. Саблені формаға видеода көрсетілгенде орналастырып, түбі мен жаны толық қату үшін 15-20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Толықтай граммовка рецептін описанияда қалдыратын боламын. Міндетті түрде описанияны қараңыздар. Енді начинкасына көшейік. Қуырылған тарыға қант пен қайнаған сүтті қосып, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысқа творожный сыр, қант, сливки, жұмыртқа және жүгері крахмалын салып, блендермен тегіс масса болғанша араластырамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге міндетті түрде жазып, сұрауға болады. Дайын кремнің үстіне бұқтырылған тарыны қосып, лопаткамен жайлап араластырамыз.
Сұйық массаны формаға құйып, алдын ала қыздырылған духовкада 120 градуста 1 сағат 20 минут пісіреміз. Чизкейк піскен соң бөлме температурасына толық суытып, кейін 8 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 8 сағаттан кейін нәзік, дәмі тіл үйіретін тары чизкейкіміз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және достарыңызға таратыңыздар. Ас болсын.